Бүгінгі сабақтың тақырыбы шеткері каналының микроциркуляция бұзылыстары. Осы тақырып бойынша бізде бүгін 3 тәжірибе жасалынады. Бірінші тәжірибе осы біз бүгінгі көретін компрессионды ишемия даму. Сол кезде көріністер мен даму тетіктерін айқындаймыз. Ең бірінші бізде қоян, енді бүгін бізде альбинос қоян емес, жалпы сұр қоян. Бірінші тәжірибені бізде жалпы бүгінгі 202-ші топтар орындайтын Марбеков Мирасман көмектеседі. Тәжірибе. Күн көзіне көре, қалай тамырлар көрінеді сол кезде. Екі қылаң салыстырып көру керек, екі қылаң салыстырып, орталық артерия бірден көзге түседі. Міне орталық артерия, байқасаңыздар, шетінде вена, шеткі веналар. Енді бізге қазір орталық артерия маңызды. Енді сол артерияны қазір Мирас қысады. Енді жай саусақпен қысамыз, механикалық жайттың көмегімен. Сонда уақыт 1 минуттай бақылау жүргіземіз. Ол күн көзіне таман орталық артерияны қысамыз, ортасынан. Уақыт кетті. 1 минут 60 секунд. Енді байқасаңыздар, енді ауырсын сезімі болады, орын алады. Оған қатар, енді қысылған жерден жоғары, біз не көреміз? Қысылған жерден жоғары, қысылған тамырлардың суреті енді айқын көрінбейді. Өйткені бізде қазір ишемиямен байланысты тамырлар жоғалып кетті, байқасаңыздар. Орталық артерия және маңайындағы ұсақ тамырлар көрінбейді. Енді сол кездегі енді тағы да қандай өзгерістер бар дегенде, бірден бозару көрінеді, түс өзгереді. Екінші, жергілікті температураның төмендеуі, салқындау болады. Оны қазір көреміз, салқындау қалай болғаны. Қазір вақытымыз болғаннан кейін ишемияланған ошақты көрсетеді бізге Мирас қазір. Ишемияланған. Уақыт аяқталды. Саусағыңызды алып көрсетіңіз бізге. Міне, тамаша көрінеді. Сондай ағарған, ишемияланған аймақ түрінде көрінеді. Шу жерде салыстырып көрсетіңіз Мирас. Екі құлақ қалай бірдей ұстау керек. Қалыпты және осындай ишемияланған құлақ. Енді салқындау болу керек, ишемияланған құлақ жергілікті температура сол кезде төмендейді. Тамырлық суреті айқын көрінбейді. Және осы енді қысылған жерден төмен бізде посткомпрессионды артериал гиперемия дамуын көруге болады. Міне, өте жақсы көрінеді. Посткомпрессионды артериал гиперемия. Тамырлар кеңейген. Ол қысылған жерден төмен осындай өзгеріске. Енді осындай біз тамырлық бұзылыстарды көрдік. Жағдайда тамыр арнасы қандай бізде орталық артерия мен шеткі вена және ишемияланған. Осы жағдайда қалай компрессионды ишемия кезінде жай саусақпен қысылған жерінде өзгерісте. Қысылған жерден төмен тамырлар кеңейеді, қысылған жерден жоғары тамырлар жоғалады. Осымен біз сіздермен компрессионды ишемияны көрдік. Сол кездегі көріністер бірінші тәжірибе бойынша бірден бозару, жергілікті температураның төмендеуі және ауырсын сезімі болады. Енді біздің қоянымыз соны білдірген жоқ. Бізге жалпы ауырсын сезімі орын алды. Енді қорытындылайық осы тәжірибені. Енді біз бүгін сіздермен механикалық жайт арқылы көрдік. Механикалық жайттың әсерінен жай саусақпен қысқанда осы тамырлардың келуі бұзылады. Тамыр қан ағымының келуі бұзылады. Соның нәтижесінде компрессионды ишемия дамиды. Енді екінші тәжірибе бойынша артериал гиперемияның көріністермен даму тетіктерін қазір үлгілейміз. Енді біріншіден қайтадан қоянға жалғастырамыз. Сол кезде біз тамырлық арнаны көреміз. Маған көмектесетін Нұрбек, 202-ші топтың студенті. Нұрбек бізге қазір көрсетеді. Жаңағы біз жасаған құлақ бойынша. Осы құлаққа біз қазір химиялық жайттың әсерінен артериал гиперемия дамуын көреміз. Бірден ксилолды аламыз, біздің көмекшіміз бізге бүгін Тоғжан көмектеседі. Ксилолды пинцетпен аламыз. Сонымен бұл осындай үйкелеп тітіркентеміз құлағын сыртынан осындай. Сол кезде енді осы зат әсер еткенде бірден тамырлардың кеңеюін шақырады. Тамырлар кеңейеді. Жай кездегі
көрінбейтін тамырлар ашылады, қан жылдамдығы жоғарылайды, қан қысымы да күшейеді сол кезде. Енді қазір көрейік, осындай өзгерістерді көрсетейік. Өте жақсы көрінеді, орталық артерия кеңейгені. Қалыпты жағдайда осындай құлағымыз сау құлақпен салыстырайық. Екінші, мен сау құлағын көрсетіп тұрайын. Жаңағы артериялық гиперемия дамыған құлағын көрсетейік. Өте жақсы көрінеді, тамаша көрінеді. Көрдіңіздер ме? Орталық артерия. Түгел ұсақ тамырлар, микро осындай тамырлар ашылды, қыл тамырлар дейміз. Жай кезде көрінбейтін, өте айқын көрініп тұр. Енді екі құлағын қатар ұстап көріңіз, қалай екен. Жалпы сол кезде жергілікті температура жоғарылайды. Бірдей ұстап тұру керек. Енді біраздан кейін ісіну байқалады. 10-15 минуттан кейін ісіну болады. Өйткені неден ісіну болады? Тамырлардың өткізгіштің артуымен байланысты. Тамырлар бірден кеңейеді, өткізгіштік артады, сүйек бөлігі жинақталады. Қалыпты жағдаймен қайтадан салыстырайық. Артериялық гиперемия. Көрсеңіздер, түгел тамырлар ашылады. Артериялық гиперемияның даму кезінде келесі көріністер байқалады. Бірден қызару, қызу, ол жергілікті температураның жоғарылауымен байланысты, және біраздан кейін 10-15 минуттан кейін ісіну байқалады. Енді ісінудің дамуында тамырлық жайтпен байланысты. Өйткені тамырлар кеңейеді, сол кезде тамырлардың өткізгіштігі артады, сүйек бөлігі шығады. Сонымен қорытындылайық. Бірден химиялық жайттың әсерінен осы тамырлардың кеңеюі байқалады. Соның нәтижесінде артериялық гиперемия дамиды. Үшінші тәжірибе, осы бүгінгі сабақтың тақырыбы бойынша веналық гиперемия көріністермен даму тетіктері. Бірден осы тәжірибені үлгілеу үшін біз не істейміз? Біз дайындап қояйық. Маған бүгін Мирас көмектеседі, 202-ші топтың студенті. Ол үшін бізге тығын керек болады, және лигатура. Тығынды, біз тығынды көрсетейік қазір. Осы ортасында шұңқыр бар, сол шұңқырға орталық артерия түсу керек. Екі жағынан байқасаңыздар шұңқырлар бар. Сол жағынан біз қысамыз, екі жақтан шеткі вена қысылады. Сонымен қазір тығынды дұрыс қояйық. Орталық артерия соған түсу керек. Орталық жаңағы жасаған құлағымызға пайдаланамыз. Байлайық. Ол үшін енді бір жағынан ол механикалық жайт ретінде әсер етеді. Бір 10-15 минуттай уақыт ол үшін керек бізге веналық гиперемияның даму үшін көріністерін айқындаймыз. Байлап болды. Енді өстіз қоянымыз біраз отыра тұрады. 10-15 минуттай веналық гиперемияның даму үшін. Сонымен уақытымыз аяқталды. Бақылау уақытымыз. Қазір бізге Мирас босатып құлағын көрсетеді. Енді тығынымызды аламыз лигатурамен. Сол кезде қандай көріністер байқалады екен? Бірден көгеру керек, өйткені енді бізде вена арқылы қан кетеді ғой, артерия арқылы қан келеді. Сонда қан кетуінің бұзылуынан көрейік жарыққа бірден көрейік. Енді сұр түсті болған соң ішкі жағынан көруге болады. Ішкі жағынан немесе сыртқы жағынан қандай көгергені. Біраз енді жергілікті температура қалай екен? Жергілікті температура біздің тәжірибе жасаған құлағымыз, яғни қоянның құлағы біраз салқындау. Ісіну дамыған бар ма екен? Ісіну дамыған, яғни тура біздің жасаған тәжірибе жасаған құлағымызда біраз ісіну дамыған көріп тұрмыз. Яғни қалыпты құлаққа қарағанда оның біраз қалыңдау екенін білеміз. Өте жақсы. Сонымен біз көріністерін байқадық. Сіздермен осымен тәжірибеміз аяқталды. Тақтада бізде суреттерін салып, бізге назгулев көрсетіп жатыр. Қалыпты жағдайда қалай тамырлық қарман және веналық гиперемия кезінде тығын орнын көрсеттік. Тығыннан жоғары осы веналық гиперемияның дамуының көріністері. Енді қысылған жерден төмен өзгеріс бізде аса жоқ көрінбейді. Үшінші тәжірибе бойынша келесі көріністер байқалады.
веналық гиперемия даму бойынша бірден көгеру, екінші салқындау, жергілікті температураның төмендеуі және ісіну. Ісіну енді біз көрдік, бірден емес, біраз уақыт өткеннен кейін дамыды. Енді мұнда қан келуінің бұзылуынан, қорытындылап айтқанда, веналық гиперемия даму байқалады. Сонымен бүгін біз 3 тәжірибе сіздермен жасап көрдік. Бүгінгі жасаған 202-ші топ жалпы медицина факультетіне рахмет айтамын. Бейнефильмді түсіріп, осы енді сіздерге тамашалап көрсеткен үшін көп рахмет.